Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Америка Құрама Штаттарының 45-ші және қазіргі президенті миллиардер Дональд Джон Трамп әлемнің ең санкционал лидер ретінде тарихқа жазылды. Танымал бизнесмен, жазушы, теледидар жұлдызы және енді Америка тарихындағы ең бай президент. Ендеше Дональд Трамптың түсініксіз өмірін тамашалайық. Дональд Трамп 14 маусым 1946 жылы Нью-Йоркта сол кездегі ең бай және ең танымал отбасының мүшесі болып туылды. Әкесі Фрэнк Трамп отбасы компаниясының басында еді және бір миллионер еді. Бірінші 3 ағасымен арнайы мектепке жіберілді, бірақ орта сыныпта мұғалімдердің бетіне өшіргіш лақтырып, көздерін көгерткені және осыған ұқсаған зорлық-зомбылықтар жасағаны үшін әкесі оны мәжбүрлеп әскери академияға жіберді. Әскери академияны бітіргеннен кейін әлемнің ең жақсы 10 университетінің бірі болатын Пенсильвания университетінде экономика мамандығын бітірді. Университетті бітіргеннен кейін 22 жасында отбасы компаниясына қосылып, компанияның арасында актив орын ала бастады. Трамптың мақсаты әрдайым алдындағы адамға әсер қалдыру еді. Бұл тақырыпта шынымен сәтті еді. Өзіне қатты сенуі және мықты политик таныстарымен 1970 жылдағы экономикалық дағдарысқа қарамастан әкесіне сенбей, Нью-Йоркта дүниежүзілік сауда орталығының құрылысын бастады. Күн өткен сайын Нью-Йоркта өз есімін танымал ете бастады. Әр жерде ол жасаған ғимаратты немесе марканы көре аласыз. Трамп есімі барлық жерде еді. Тезде жоғарыға көтеріле бастаған Трамп тек қана 27 жасында 14 000 пәтердің иесі еді және осы сәтті жұмыстары оны отбасы компаниясының бастығының орнына отырғызды. Әлеуетті көреді, сендіру күшін өте ақылды қолданатын еді. Бұған ең үлкен мысал банкротқа ұшырап жатқан танымал Commodore қонақ үйін қайта қалпына келтіруі. Барлық жағдайларға қарсы банктерді $120 миллион көмекке көндірді және Америкада құрметке лайық экономикалық күш екенін адамдарға дәлелдеді. Танымал бизнесмен ретінде жеке өмірі туралы өте көп айтылған Трамп миллиардер жолында жоғары шығып жатқан кезде танымал модель Иванамен үйленді және медиада құрмет иесі болды. Иванамен бірге эфирде реалити программасын бастады. Бұл реалити программасында әртүрлі жарыстар ұйымдастырылатын еді және жеңімпаздар Трамп холдингке жұмысқа тұратын еді. Өте аз уақыт ішінде Трамп теледидарда көп ақша табатын жұлдыздардың бірі болды. Өзіні маркаға айналдырған және өз есімін сауда-саттыққа араластырған миллиардердің өте қызықты инвестицияларда болды. Бірнеше жылдың ішінде қонақ үйлерге, қораптық ойындарға, фильмдерге, алкогольге, балмұздаққа, модаға және казиноларға ақша құйды. Тіпті Американың сұлулық жарыстарының ең үлкен инвесторы және иесі болды. Сондай-ақ Трамп әртүрлі теледидар бағдарламаларына қатысты. Кейбірінде ән айтты. Пицца рекламасына қойлердің бірінде фильм түсіру керек екенін сұрағанда, өзінің де фильмде рөл алуын айтып қоймаған Дональд Трамп өзінің қонақ үйлерінің бірінде түсірілген «Один дома» 2 фильмде рөл алып және дәл солай Ал Пачино ойнаған «Запах женщины» фильмінде ойнап, бірақ ол ойнаған жерлері алып тасталған еді. Бір скетчте алған ұсқынсыз видеолар кесірінен әлеуметтік желіде мазақ болған еді. Ghost Can Do It атты бір фильмде қонақ актер ретінде ойнап, осы рөлдегі көрсеткішімен ең жаман актер марапатын алды. Сондай-ақ Трамптың үлкен сәтсіздіктері бар еді. Ең үлкені Трамп Тадж-Махал казиносы еді. Осы инвестиция кесірінен банктер $100 миллион жоғалтып және Трампқа болған сенім баяу азая бастады. 90-шы жылдардың басында Трамптың есімі өте танымал емес еді. Танымал экономистер миллиардер туралы рұқсатсыз бір биография дайындап және осы биографияда қылмыстық бандалармен бірге жұмыс істегенін айтқан еді. Трамп басқа варианты қалмаған кезде әрдайым сотқа жүгінетін еді. Айыптауларды мойындамады және сол биографияны жазғандарға $5 миллион өтемақы төлейтінін айтып сотқа берді. Осы уақытта Марла атты бір әйелмен тыйым салынған қатынас жасағандығы тарап кетті және әйелінен ажырасып Марламен үйленді. Баспасөздерде әр жылы басқа әйелдермен болатын еркек деп жазыла бастады. Бірақ бұл нәрселер оны тоқтата алмады. Әкесінің өлімінен кейін $3 миллион мұраға ие болды және 1999 жылы таза пайдасы $2 миллиард болып рекорд санға жетті. Кейін тағы ажырасты және 2005 жылында қазіргі әйелі модель Маленямен үйленді. Саясатқа бірінші рет 2009 жылы президент Барак Обамаға айтқан айыптаулармен кірді. Трамп твиттерде және баспасөз жарияларында Обамаға тиесілі нәсілшіл сөздер айтты. Қара нәсілді президенттің Америкада туылғаны айтылса да, Африкада туылғанын айтты.
Obama шындықты айтпайтын болса, мектептегі мәліметтерін баспасөзге жариялайтынын айтып қорқытты. Кішкене уақыт өтіп кешірім сұрады. Осы оқиғадан кейін Трамп саясатты да бағындыруды мақсат етіп қойды. Бірақ желіден және халықтан әртүрлі реакциялар алып жатқан еді. Әсіресе 2006 жылы Рози О'Доннельмен болған ұрысы теледидарда және әлеуметтік желіде бүткіл әлемнің көзінің алдында болды. Бұл Трамптың ең жаман жарнамаларының бірі еді. Ұрыстың себебі Трамп ел кететін Америка сұлулық жарысы еді. Сол жылы Мисс Америка таңдалған Тара Канер жасы жетпей тұрып ішімдік ішкен кезде және есірткі қолданып ұсталған еді. Ережелерге сәйкес коронасы қолынан алыну керек болса да, Трамп бұл жағдайдың кешірілетінін айтты. Рози О'Доннелл The View атты телевидение бағдарламасының жүргізушісі еді. Бағдарламада осы тақырыпты таңдады және Трамптың шешімінің дұрыс емес екендігін айтып, мал-мүлкін бір өзі жұмыс істеп таппағанын және негізінде банкротта тұрғанын айтты. Үздіксіз үйленіп ажырасқанын және 20 жасындағы баланың этикалық құндылықтармен тең екендігін айтты. Трамп твиттерден Розиге шабуыл жасай бастады. Семіз шошқа, қиыршық, жиіркенішті күшік сияқты сөздермен Розиді жерге ұрып, сенен өте көп ақша тартып алуға асығыспын деген сияқты шантаждар жасады. Екеуінің арасындағы ұрыс твиттерде бірнеше жыл жалғасты. Тіпті Рози күйеуге шыққан баспасөзге білдірген кезінде Трамп күйеуіңнің отбасына обал, өйткені күйеуі Рози сияқты біріне үйленіп жатыр. Үлкен, семіз қиыршық деп бір твит жазған еді. Трамп 2016 жылы президенттікке кандидат болған кезде екеуінің ұрысы әлі де жалғасып жатқан еді. Жаңа президент кандидатының бір әйелге осы нәрселерді айта білуі бірнеше саясатшы, активист және феминисттер тарапынан негатив реакция алды. Жазған қызықты твиттермен өзі туралы көп нәрсе айтылуына себеп болды. Бір твитінде жаһандық жылыну деген нәрсе жоқ. Бұл тәсіл Қытайлар тарапынан Америкадағы өндірісті төмендету мақсатында жасалып шығарылды деді және бүткіл әлем шокқа түсті. Бір басқа твитінде бақталасы сенатор мүшесі Хиллари Клинтонның арнайы өмір туралы айтып жатқан еді. Твитінде Билл Клинтонның Хиллари Клинтонның көзіне шөп салғанын мысал ретінде айтып, Хиллари Клинтон әлі өзінің күйеуін қанағаттандыра алмайды. Американы қалай қанағаттандырады деп сұрады. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Трамп президенттікке кандидат болғаннан кейін әйелдерге бұрын жасаған зорлық-зомбылықтары ашық айдын жариялана бастады. 10 шақты әйелдің жыныстық зорлау айыптауынан кейін Трамп барлық сөздердің өтірік екенін айтты және мұндай оқиғалардың болмағандығын айтты. Бірақ халық бұған көнбеді. Өйткені жәбірленушілер теледидарларға және бағдарламаларға шығып, Трамппен болған оқиғаларын айтып түсіндіріп жатқан еді. Үздіксіз өзі ел кететін сұлулық жарысындағы қыздармен қатынасқа кіргендігі, үйленген әйелдерді күйеуінің қасында сүйгендігі және жұмысшыларға ақша ұсынып, жыныстық қатынасқа кіргендігі туралы айыптаулар желілерден шығу тоқтамай жалғасты. Бұл өтіріктерді қабылдамаймын деп айтса да, Трамптың осы тәсілде өзін ұстауының ең үлкен дәлелі бұрынғы әйелі Ивананың ажырасу кезіндегі сотқа жазған арызы жыныстық зорлауға ұшыраған еді. Дональд Трамп Америкаға президенттік үшін кандидат болған кезде өте көп талқылануының басқа бір себебі де саясаттағы қабылдаған шешімдері еді. Бірінші, көрші мемлекет болған Мексиканың шекарасына қабырға салуды ұсынды. Елдегі есірткі саудасын және жұмыссыздықтың артуын Мексикадан келген келімсектерге байланыстырды және Америка халқын қорғау үшін шекараға бір қабырға жасалу керектігін айтты. Қабырға жоспары адамдардың көшіп келуін тоқтату мақсатында еді. Бірақ шекарадан көшіп келетіндер тек қана адамдар емес еді. Табиғи өмірге де әсер болған еді. Қазіргі таңда шекараның бір бөлігі жабық, қалған бөлігі ашық. Бұл шекарада бірнеше бауырмен жоралаушы, сүтқоректі және бірнеше құс түрі бар. Сонымен қатар, ұрпағы жойылып кету қаупі бар көбелектер және бақалар осы шекарада өмір сүреді. Саясаттық қабырға жануарлардың да көшуіне кедергі жасап және олар қысылып қалды. Бұл да осы аймақтарға жануар түрлерінің жойылуымен нәтижеленеді. Сондай-ақ 2 жыл бұрын Трамп мұсылмандардың Америкаға кіруіне тыйым салынатындығын айтты және виза бағдарламасында 7 мемлекетті қара тізімге қосты. Йемен, Ливия, Иран, Сирия, Сомали, Венесуэла және Солтүстік Корея. It's not a Muslim ban, but we're totally prepared. It's working out very nicely. You see it at the airports, you see it all over. It's working out very nicely, and we're going to have a very, very strict ban, and we're going to have extreme vetting, which we should have had in this country for many years.
Elге киргиз келетін туристтердин бурундары террор аймактарында болмагандыгын және соңғы 5 жыл ичиндеги әлеуметтик желилери текшерилди. Бүгүнкү бейнеде осы. Келесі бейнелерде АКШ па, Кытай ма, ким мыкты экенин көрөбүз. Бейнелерди өткүзүп алмау үчүн каналга тиркелүүнү унутпаңыз. Келесі бейнеде көрүшкенче, мен Мардан.